Одан бөлек зұлым. Құран-ы Кәрімде зұлымдық жасаудан Алла тағала мен сендерге зұлымдықты арам еттім деп бұйрық береді. Одан бөлек біздің осы оқып жатқан қазіргі заманауи психология, позитивный психологияның өзі де осы нәрсені міндеттейді. Зұлымдықтан қаш дейді. Өзіңе де, жұртқа да зұлымдық жасау. Ля дарара ва ля дирара деген исламда қағидат бар, ереже бар. Өзіңе де, өзгеге де зұлымдық жасауға қақыңыз жоқ. Сондықтан бір адам мысалы спортпен айналысса, жақында жұрттың бәрі планкаға тұру мода болды. Андай өзінің денесін бүйтіп қойып, қатып тұрып алады. 1 минуттан артық тұрам, 4 минут тұрам, 10 минут тұрам дейді. Медик маман айтады. Егер сен сол тұрыста сенің денсаулығың көтере алса, сен қарапайым демің кіріп шығып тұрса, яғни деміңді ішке тартып тырысып тұрмасаң, дем алып тұратын болсаң, және сенің буындарың қытырлап, сықырлап немесе қақсамаса, рұқсат дейді. Егер қақсаса, сен тек ол жерде планкаменен өзіңнің денсаулығыңды емес, сен өзіңнің шыдамдылығын тәрбиелеп жатсың. Ал шыдамдылығыңды тәрбиелеуге төленіп атқан құн денсаулық. Құн төленеді ол жерде. Сен денсаулықпен төлеп жатсың. Ол бір күні оның құнның қайтарымы да болып қалады. Сол үшін кейбір спортқа айналысам деген азаматтарға да айтатыным, маман адамменен бірге отырыңыз. Онсыз өміріңізді зая қыласыз. Дәл сол сияқты Құран үйренем, намаз үйренем, әрбір істі үйренем деген адам маманмен отыру керек. Намазды да білімді адамға, мектеп көрген адамға намазыңызды өткізіп алыңыз. Болмаса, пәлен уақыт намазыңызды зая қыласыз. Зая қылғаныңыз қалай болады? Дұрыс емес оқисыз. Дұрыс емес аяттар оқып қоясыз, қисық аяттар оқисыз. Мүмкін өзіңізге лағнет тілеп атқан шығарсыз, ана сөздерді дұрыс айтпай. Мүмкін намазыңыздың мүлде бұзатын амалдар жасап жүрген шығарсыз. Мен дұрыс жасап жүрмін. Сол үшін намаз, дәрет, өміріңіздегі барлық істе маманменен ақылдасып, барынша дұрыс өзіңізге де, жұртқа да зұлым жасамаудың әрекетін жасағаныңыз абзал болады.